Сәлеметсіздер ме, біздің құрметті көрермендер. Біз ең кішкентай балаларға айдарын жалғастыра отырып, сіздердің назарларыңызға бүгін пуантилизмді ұсынамыз. Кескіндеме өнеріндегі пуантилизм француз тілі пуантилер деген сөзінен алынған. Ол нүктемен сурет салу деген мағынаны білдіреді. Бұл техника 1885 жылы Францияда пайда болған. Бұл стилде жұмыс жасаған суретшілер кенепетіне таза бояуды салады, яғни бояуды палитрада алдын ала басқа түспен араластырмайды. Бұл таза түстердің үйлесімділігі бір-бірімен араласып, түстердің алуан реңдерін құрайды. Бүгін біз сіздермен осы пуантилизмді құлақ тазалағыш мақтамен жасап көрейік. Жұмысты бастайық. Енді пуантилизм дегеніміз жаңа айтып кеткендей, ол нүктемен сурет салу. Нүктемен нақты нүкте шығу үшін бүгін мынандай қарапайым құлақ шұқығыштарды қолдануға кеңес беремін. Әрине, бояу ол бізге гуаш бояу керек. Гуаштың орнына акварельді сулы бояуды алсаңдар да болады. Одан кейін міндетті түрде су, палитра және де қылқалам, кисточка дейміз ғой, соның түр-түрін қолдануларыңа болады. Бұл керек болса, керек болмаса өздерің тағдап біле жатасыңдар. Одан кейінгі негізгі біздің сурет ол жаңағы бүгінгі алып отырған тақырып тағы да бір натюрморт. Натюрморт ол білесіңдер, жаңағы жансыз заттардың бейнесін біз натюрморт деп атаймыз. Мына жерде алдарыңызда құмыраның ішінде тұрған жеміс-жидектер бейнеленген. Енді мен бұл жерде дайын суретті ала салдым, бірақ сендер өздерің сурет салуларыңа болады. Немесе натюрморт емес, пейзаж болуы мүмкін. Қандай сурет келеді ойларыңа, сондай суретті алып салуларыңа болады. Пуантилизм жаңа айтып кеттім, нүктемен сурет салу. Ол мысалы, міне сары түсті алдық та, бұлай басып шықтық. Бізде нүктелер пайда болды. Жаңағы құлақ шұқығыштың басын сулап алуларыңа болады. Одан кейін түстерді аламыз, мысалы сары түсті. Енді жаңағы натюрмортымызды бояй бастаймыз. Натюрмортқа қараймыз. Мына жерде жаңағы жылы түстерді алдын ала натюрморттың жаңағы жарығы қай жақтан түсіп тұр, жеміс-жидектерге жарық қай жақтан түсіп тұр, соны ойластырамыз. Сол жерлерге ашық түстерді жаңағы қолданамыз. Әрине, бұл жерде тек қана түстерден құралатын болғандықтан жаңағы ашық түстерден бастаймыз. Мысалы, біздің бананымыз сары түс. Ол сары түстің ең ашық түстері жаңағы бананың мына шығып тұрған жері. Сондықтан осы жерге сарғыш түстерді алып қолдана бастаймыз. Келесі бізде көрініп тұрған ол алма. Алманың ашық түстерін қараймыз. Жаңағы түстер бірінің қасында бірі жатқаннан кейін жаңағы жемістер бір-біріне өзінің реңін беруі мүмкін. Сондықтан, мысалы, қызыл алманың реңдері біздің бананымызға да түсіп тұр. Соны да байқап, міне осылай қолданамыз. Одан кейін әр түске жаңағы әртүрлі құлақ шұғышты пайдалансақ болады. Одан кейін мына жерде міне бізде қызыл алмамыз тұр. Әрине, бұл нүктелер бір-біріне жақын орналасуы мүмкін. Бір-бірінің үстіне орналасуы мүмкін. Бірақ кішкене араларын ашып бояуға кеңес берем. Бұл кішкене ауаның барлығын сездіреді. Пуантилизм дегеніміз осы жаңағы нүктелерден біз түсті құраймыз. Ол түсті құрағаннан кейін көз өзі оптикалық қозғалысқа кіреді де, көз өзі барлығын бір түске келтіріп алады. Сондықтан біз тек қана бұл жерде бүйтіп қылқаламмен бояған сияқты боямаймыз. Бұл жерде тек қана нүктелер арқылы өзіміздің жаңағы жемісіміздің пішінін домалатып келтіреміз. Енді келесі айта кететін түстер жаңағы мына жерде бір қоңырқай түс керек болады, немесе бір ашық жасыл түс керек болады. Міне бар түстер осындай болғанымен бізге кішкене мүмкін
ашықтау түс керек, иә. Жасылды кішкене біз сарымен мысалы араластырып түсті дайындап алуымызға болады. Жаңағы қылқаламмен, кисточкамыздың көмегімен. Одан кейін дәл солай жаңағы жалғастырамыз. Құлақ шоқшырмен алып, жаңа түс пайда болды, иә. Мына жасылға қарағанда мына жасылымыз кішкене жылы түс. Сондықтан осы жылы түсті алып қолдануымызға болады. Керек жағдай болса, басқа да түстерді қосуға болады. Міне, осылай жалғастыра береміз. Мына жағы, мысалы, мынау тұрған алмұртымыздың мына жағы көлеңке. Сондықтан мына жаққа қою суық түстерді де, көк түстерді де қолданып, мына жағын кішкене көлеңке жағын көрсетуге болады. Міне, кішкене суық түстенді қосып жібердік жасылға. Міне, көлеңке жағымызды қою бояулармен бояймыз. Мысалы, мына жағымыз біздің көлеңке түсіп тұрған жақ. Сол сияқты мына қызыл алманың да маңайын көлеңкесін көрсетуге болады. Қызылымызды да қоюлатып алдық. Қою түстер міне көлеңкеге кетті. Жасыл түсті де ағарттық, кішкене ашық түс қосып. Міне осылай да жасауға болады. Жаңағы біздің алмұртымыздың бір жақ көлеңкесі шықты. Түстерді араластыруымызға болады, иә, қорықпай. Өйткені біздің палитрамызда, біздің бояуымызда бізді түстердің түсі аз болғандықтан, алтақ түс, мысалы, мына жерде байқасаңыздар, менде алтақ түс бар. Сондықтан мен бояуларды араластырып, кішкене тағы да реңдерді шығарып, бояуды қолданып жатырмын. Міне, байқасаңыздар, сіздерге де осылай істеуге болады. Міне, кішкене формасы пайда болып келе жатыр, иә, жаңағы біздің жемістеріміздің. Тақтар нақты бір формада болу ол міндетті емес, иә. Мысалы, мына жерде біреу үлкен, біреу кішкентай болып пайда болып жатыр. Ол да өте қалыпты жағдай. Сондықтан жаңағы барлығын бірдей қылып жасау мақсат емес біздің көздегеніміз. Ары қарай жүзімді бояйтын болсақ, көк түстегі жүзімді алатын болсақ, міне жүзімді де бояймыз, иә. Көгілдір түсті қолданамыз. Жүзім тек қана нүктелер арқылы боялады суретіміз. Менің мына жерде тағы да дайын суретті алған себебім, өйткені камераның бетіне жаңағы сызған, қарындашпен сызған сызықтар көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан міне осындай шешімге келіп, бүгін мен дайын, орысша айтқанда раскрасканы алып, осындай жұмыс жасап отырмын. Міне негізгі түсті қойдық, енді арасына жаңағы ашық түстерді қолдануға болады. Көкке кішкене ақты қосып жіберіп, араластырып алып, жаңағы ашық, жаңағы білек түсіп тұрған, жарық түсіп тұрған жерлерін көрсетуімізге болады. Міне ашық түстерді қолдандық, тіпті қою қарамды қолданып жіберуге болады. Мысалы, көлеңкелер түсіп тұрған жерлеріне көбейтіп, иә, көлеңкесін көрсетіп, жаңағы бұл жерде енді түстің өзімен жарық пен көлеңке ойнайды. Сол жарық пен көлеңкені айырып алсақ болып тұр. Сонда жаңағы жүзіміздің формасы келіп, оның жарық жері мен көлеңке жері көрінеді. Міне мысалы бізде қоңыр түс мүлдем жоқ. Мен қоңыр түсті жасап алдым. Ол жаңағы қызыл мен көкті араластырып жаңа рең шығарып алдым. Енді осы қоңыр бояуды алып отырып қолданамыз, иә. Қоңыр түс. Жаңағы құмырамыздың түсін шығаруымыз керек қой. Сондықтан осындай тәсілдерге барып
пайдалануымызға болады. Бұл да көлеңкесі түскен жерін және жарықтың түскен жерін бұл жерде де құмыраның байқап қарап отырамыз. Құмыраның төменгі жағы көлеңкелі болады бізде. Сондықтан жерге кішкене көлеңкенің реңдерін де қосып, қою түстерді пайдаланамыз. Жаңағы айтқандай, заттардың түстері бір-біріне түсіп тұру мүмкін. Мысалы, мына көгілдір жүзімнің көгілдір түсі құмыраға да келіп түсіп тұр. Мына жерде жатқан жеміске де жаңағы жүзімнің түсі келуі мүмкін. Бір-бірімен аймалысып, реңдер бір-бірімен ауысып жатады екен. Мысалы, міне жасылдың, бананға да жасылды да қосып жібердік, қызылды да қосып жібердік. Сол сияқты, бір нәрседен бір нәрсеге көлеңке түсіп, сол түстің реңі пайда болады. Міне осы бағытта жаңағы жұмысымызды жалғастыра береміз. Түстерді керегін таңдап бояй береміз. Бояғанда міндетті түрде бізде нүкте пайда болу керек. Нүктенің арқасында жаңағы берілген көлемдерді бояймыз. Қылқалам сияқты бүйтіп боямаймыз, керісінше тек қана нүктелерді қою арқылы. Ал енді міне жаңағы жеміс жидектерімізді бояп болдық. Ары қарай не істеуімізге болады? Ары қарай бізде жатқан фонды бояуымызға болады. Дәл осындай түрде бір негізгі түсті пайдаланып, сол арқылы бояуға болады. Енді мына жерде айта кетейін деп отырған жағдай, ол мынау түсіп тұрған көлеңкемізді көрсеттік. Міне құмыраның асты бізде қою түстер қолданған. Осы жерге мысалы былай етіп, мына жерде алманың көлеңкесі бар. Жарты кесілген алманың, сол көлеңкелерді салуымызға болады. Мысалы, жарық мына жақтан түсіп тұрса, мына жерде міндетті түрде оның көлеңкесі болады. Жаңағы натюрморттың. Міне алдарыңызда стақанда тұр, стақаннан да көлеңке түсіп тұр. Сол сияқты мына жерге көлеңкесін көрсетіп, жаңағы фонымызды тағы да бояп шығуымызға болады. Міне көлеңкемізді көрсеттік. Мына жерде азын-аулақ көрінбей ме? Ары қарай фонымызды бояймыз. Мына жерде бізде столдың жаңағы қыры болуы мүмкін. Оны да салып жібереміз де, столдың қырын белгілеп алып, осыдан ары қарай бояй береміз. Жаңағы фонымызды үстіңгі жақтарын сары түспен бояуымызға болады. Өйткені бұл жерге жарық түсіп тұр, бізде соны көрсетсек болады. Фонымыз ашық түстермен боялып кетіп жатады. Мысалы, мына жерде жарық, күн сәулесі түсіп тұр делік. Мына жақтар кішкене көлеңкелі болуы мүмкін. Жасыл түстерді қолдануымызға болады. Міне келесі аяқтағандай болдық. Мына жерде бізде столдың беті жасыл түсте, мына жерде сары түстерді де қолдандым. Жаңағы жарықтың түсіп тұрған столдың бетіне түсіп тұрған реңдері, түстері. Дәл міне осындай түрде әлі де бұған түстерді қойып, қосып, бояп жасауға болады. Бірақ менің ойымша осы да жеткілікті. Кішкене натюрмортымыз дастарханның үстінде тұр. Бұл жерде ауа да бар, түс те бар деп ойлаймын. Енді осы пуантилизмді сіздерде меңгеріп, осындай керемет жұмыстар жасайды деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Сау болыңыздар.